Fazfar bizati din деп жатыр. Дін иесіменен қуан деп жатыр. Соған ие бол деп жатыр. Себебі бұл сұлулық, байлық, абырой, бұның барлығы бүгін бар болса, ертең кетіп қалады. Қыздың байлығы үшін алсаң, ертең әкесі банкрот болып қалса, ол қыз саған жаман көрінеді солай. Сұлулығы үшін алсаң, ол 5-6 жылда өтіп кетеді ол. 2 рет, 3 рет босанса, болды, бітті. Солай ма жоқ па? Оны қыз бала демей қатын деп тиісесің оған. Қатын болдың, анаусын деп, Соны қатын қылған сен ғой өзіне. Өзінен өзі қатын болып қалмады. Кетті ме сұлулығы? Кетті. Абырой да сондай нәрсе. Қолдың кірі да бір жусан кетеді. Абайлап жүрмесең, кетіп қалады бірден. Солай ма жоқ па? Бірақ діні болса шоны. Діні болса, дүние ақыретті гүлдететін сол айет. Дүние ақыретіңді гүлдететін сол айет. Наби саллаллаху алейхи ва саллам әйелдің жақсы туралы айтқанда, оған қарағанда қуанасың. Не үшін қуанасың? Раббисінің амырын орындаса, сенің әміріңді орындаса, әке-шешеңді құрмет қылса, намаздарын өз уақытында орындаса, сен кіргізбе дегенде үйге кіргізбе, барма деген жерге бармаса, көзің көрсең қуанасың да ол қап-қара болса. Не үшін қуандырып жатыр ол? Сұлулығымен бе? Жоқ, жақсы болғанда үшін қуанып жатыр. Солай ма жоқ па? Аллаға, пайғамбарына иман келтіріп, жақсы амал қылғандығы үшін қуанып жатыр. Сол сені қуандырады. Балдарыңды қарасам, сен жоқсың үйде. Сағат 8-де шығып кетесің, түнде сағат 7-де келесің. Түнде келіп, жарты сағат, 1 сағат тамақ ішіп, жатып ұйықтайсың. Солай ма? Кім болып жатыр ана бала шағамен? Кім болып жатыр? Сол ана болып жатыр. Сол ана үйретеді саған. Балам, оған үйретеді. Сен қазір мектепке барасың, мынандай жолықсаң, мынандай істе, келгеннен кейін мынандай істе, әкең келсе мынандай деп айт, мынандай істе. Ешбір әйел бір үйретсе саған, балам, егер әкең келсе, ең бірінші ол келгенде шөлдеп келеді. Жақсы бір мұздай суды стаканға салып, әкем мына судан ішіп алыңыз деп үйретсе қара. Ал отырсам саған мұздай суды алып келді. Балам, кім үйретті саған десе, анам айтқаны десе, басың енді аспанға жетеді ғой, солай ма? Мына біздің әйел дейсің да сондай, солай ма жоқ па? Ол бұл құрғыр өзі болмайтын адам өзі. Қазір келеді бұл деп күтіп тұрса сен. Келіп су сұрайды тағы бұл деп тұрған әйел, Алла сақтасын одан. Дүниеңді де ақыретіңді құртады бұл әйел сосын. Сен не үшін алдың оны? Сұлулығын алдың да оны. Сұлулығы не? Ташқы қылып киіп жатсың ба оны? Жоқ, басынан су айландырып ішесің ба оны? Не істейсің оны? Өткізсең өзің өтіп алмаса ол сұлулығы. Не істедің соны? Көпия кетпейді ол жерде. Ол сұлулық өзіне. Саған ешқандай тұрған пайдасы жоқ. Демек, Наби саллаллаху алейхи ва саллам өсиетінде бекерге тоқтаған жоқ. Фазфар бидати дин тарибат ядак деп жатыр Наби саллаллаху алейхи ва саллам. Солай ма?